Саламатсыздар ма, білім алушылар? Мен Арыс қаласы номері 17-ші колледждің тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысы Омарова Айнагүл Орынбайқызы. Бүгінгі бейне сабақтың тақырыбы машина жұмыстарын орындау, біріктіру тігістері, жұмыс кезіндегі сақталатын ережелер. Сабақтың мақсаты студенттерге технологиялық реттілік пен техникалық қауіпсіздік ережелерді сақтай отырып, машина тігістерін іс жүзінде тігіп көрсете отырып үйрету. Күтілетін нәтиже студенттер машина тігіс түрлерін ажырата біледі, біріктіруші тігіс түрлерінің қолданылуын меңгереді, тігіс түрлеріне қойылатын талаптарды орындайды, техникалық қауіпсіздік ережелерді сақтайды. Сабақтың барысы студенттер 3 кезең бойынша жұмыс жасайды. Бірінші біледі, екінші үйренеді, үшінші меңгереді. Бірінші біледі, жаңа тақырып бойынша машина жұмыстарын орындау, біріктіру тігістері, жұмыс кезіндегі сақталатын ережелер. Тігін бұйымдарының негізгі бөлшектерін біріктіру құралы машиналық тігістер болып табылады. Машиналық тігістерге жоғары өнеркәсіптік және тұтынушылық талаптар қойылады. Тұтынушылық талаптарға тігістің сыртқы түрі, тігістің түзулігі, тігістің ені, тігістің біркелкі жиілігі, тігістің тартылуының тығыздығы, тігістің бос болмауы және тағы басқалар жатады. Өнеркәсіптік талаптарға тігіске кететін материал шығындары, оны орындауға жұмсалатын еңбекті айқындайды. Тігістердің сапасы мынандай техникалық шарттарды сақтауы тиіс. Тігістің енін, тігімнің санын және олардың ара қашықтығын, ине шаншымда жиілігін, олардың тігімдегі керілгіштігін, жіптер мен инелердің номерлерін. Тігістің ені оның құрылымына байланысты және бөлшектің қиылған жері мен тігім аралығының арақашықтығы арқылы айқындалады. Бүктелген жерден тігімге дейінгі және тігімнің бөлшектің қиығына дейінгі аралық қашықтығымен айқындалады. Тігістерді орындауға қойылатын техникалық талаптар модельге сипаттамалар бергенде немесе басқа нормативтік техникалық құжаттамаларда беріледі. Тігістердің қолданылуына бөлшектердің орналасуына байланысты машиналық тігістер, біріктіруші тігістер, шеттік тігістер, әрлеуіш тігістер болып бөлінеді. Біріктіргіш тігістерінде бұйым бөлшектері тігістің екі жағында жатады. Мысалы, алдыңғы және артқы ойдың иық, бүйір, жең қиықтарын және тағы басқа қиықтарды біріктіру жатады. Біріктіруші тігістердің түрлері: сырып тігу, бастыра тігу, жапсырмалы және ақжаймалық тігістер. Сырып тігу тігісіне айыра тігу, сырып тігу жатқыза тіктеу, сырып тігу айыра тіктеу, бастыра тігу жабық қимамен және ашық қимамен, жапсырмалы ашық қимамен және жабық қимамен, ақжаймалық қайырлы тігілген қос тігіс және сыдырмалы тігістер жатады. Технологиялық нұсқау карта тақырыбы машина жұмысын орындау, біріктіруші тігістер. Бірінші, жұмыстың реттілігі: сырып тігу, бастырып тігу, жапсырып тігу, ақжаймалық тігістер. Және жұмысты орындаудағы талаптар. Бірінші, сырып тігу бөлшектердің бүйір қиықтарын, иық, жең қиықтарын біріктіруде қолданылады. Тігіс ені 1 см, сетінейтін маталар үшін 1,5 см. Бастырып тігу тігісі бір жабық қиықты бастырып тігу. Екі бөлшекті тігіс ені жеңіл киімдерде 0,7-1 см қашықтықта, жоғары бөлшек қиындысына 0,5 см сырып тігеді. Бөлшектерді бір жаққа жатқызып, тігіс қиықтарын кішісіне қарай бүктейді және сәндік тігіс жүргізеді. Үшінші, жапсырып тігу жабық қиықты жапсырма тігіс. Қиындыны теңестіріп қосып тігеді, тігіс ені 0,5-0,7 см. Екі қиықты бір жаққа қарай жатқызып, оң бетінен сәндік тігіс жүргізеді. Жапсырма қалта, әрлеуіш еніште қолданылады. Ақжаймалық сыдырмалы тігіс. Екі бөлшекті қайырып тігіп, тігіс ені 0,1-0,2 см, арақашықтығы 0,5 см, екінші қатар тігіс жүргізеді.
Айырмашылығы тігіс екі жағынан да көрініп тұрады. Сыдырмалы тігіс екі инелі машинада орындалады. Арнайы киімдер дайындауда, ақ жаймаларда қолданады. Екінші, үйренеді. Сарамандық жұмыс. Нұсқау карта бойынша жұмыс жасау. Нұсқау картаны тарату, техника, қауіпсіздік ережелерді және технологиялық бірізділік сақтай отырып жұмыс жасау. Кім жылдам ойыны арқылы келесі сөздерді орыс тіліне және ағылшын тіліне аудару. Үшінші, меңгерді. Студенттер жаңа сабақ бойынша не меңгерді? Бірінші, машина тігіс түрлерін ажырата білді. Екінші, біріктіруші тігіс түрлерін меңгерді. Үшінші, тігіс түрлеріне қойылатын талаптарды меңгерді. Төртінші, сырып тігу тігісін іс жүзінде орындап көрсете білді. Бастырып тігу тігісін іс жүзінде орындап көрсете білді. Алтыншы, жапсырма тігісін іс жүзінде орындап көрсете білді. Жетінші, ақ жаймалық тігістерді іс жүзінде орындап көрсете білді. Сегізінші, техникалық қауіпсіздік ережелерді сақтауды меңгерді. Сабақ бойынша рефлексия кестесі. Әр студент осы кестені толтырады. Бұл кестеде мен бүгін сабақта не үйрендім, алған білімдерім сабақ барысында қалай қолданамын және алған білімді қай жерде қолданамын деген сұрақтарға жауап жазылады. Үй тапсырмасы біріктіруші тігіс түрлерін орындау. Бұл жерде қолданылған әдебиеттер Нұржасарова, Көчербаева, Рүстемова. Киім дайындау технологиясы. Нұржасарова, Оңғарбаева, Данилова, Тухватуллина, Әмбебап тігіншінің анықтамалығы. Осы кітаптар бойынша біріктіруші тігіс түрлерін оқып орындап келесіңдер. Назарларыңызға рахмет.